Баршаңызға сәлем достар. Қазір күз мезгілі, асқабақтың мезгілі. Сол себептен де бүгін сіздерге асқабақтан дайындауға болатын хит рецептпен бөлісемін. Етпен дайындалатын, пеште піскен жаңағы осындай екінші тағам түрі. Ол үшін бізге қажет заттар: сиыр еті қажет. Өзіңіздің қалауыңызша майсыз, майымен қолдана берсеңіз болады. Асқабақты мен қабығынан тазалап, осылай жаңа кубиктарға турап қойдым. Және де қазір біз етті маринаттаймыз. Асқабаққа да тұз салып дайындап қоямыз. Маринатқа қажет заттар бұл тұз, паприка және де қара бұрыш. Қалауыңызша базилик, қандай да тағы да басқа өзіңіздің сүйікті дәмдеуіштеріңізді қосуға болады. Етті мен осындай рукавта дайындаймын. Егер сізде мұндай болмаса, фольгаға салып пісіруге болады. Бірақ бір нәрсені ескеріңіз, фольгаға салып пісіретін болсаңыз, ет өте ұзақ дайындалады, ал рукавта кішкене тезірек. Және де міндетті түрде сұйық май. Ең алдымен етті маринаттап аламыз. Ет енді асқабаққа қарағанда өте ұзақ піседі. Сол себептен де ең бірінші пешке осы етті саламыз. Жақсылап маринаттаймыз. Маринатқа мен тұз қосамын. Өзіңіздің сүйікті басқа да дәмдеуіштеріңізді қоссаңыздар болады. Тіпті бұған соя тұздығын, яғни соя соусын қосуға да болады. Тұз салдым, паприка саламыз, және де қара бұрыш саламыз. Маған базиликтің дәмі ұнайды, сол себептен мен өзімнің қалауымша базилик қосамын. Кішкене сұйық май құям, шамамен 2-3 ас қасықтай. Енді жақсылап барлығын араластырамыз. Бұл маринад кемінде 30 минут тұруы қажет. Яғни осы тұзы сіңіп тұруы қажет. Одан соң барып рукавқа салып, пеште пісіреміз. Бізде ет 30 минуттай маринадталып тұрды. Ал енді оны біз рукавқа саламыз. Жалпы осы рукавты сатып алсаңыздар, рулоны маған шын айтсам 1 жылға жеткен болар. Өте көп пісірем деп айта алмаймын, бірақ пісіремін. Маған тауықтарды осыған пісірген ұнайды. Тек қана ет емес, әртүрлі көкөністер, кәді, баялды, солардың барлығын осы рукавта пісірсеңіздер, дәмді болып шығады. Мына ортасындағысы бұл байлау үшін арналған. Екіге бөлеміз осылай. Енді етті саламыз осыған. Ең алдымен бір жағын байлап алуымыз қажет. Өйткені шығып кетуі мүмкін. Мынаның астына міндетті түрде противень немесе осындай ыдыс қоюға болады. Өйткені жабысып қалуы мүмкін. Енді осының ішіне етті саламыз. Маринатталған ет. Мен 2 порция қылып пісіріп жатырмын. Өздеріңіз қалауыңызша етті көп қылып салсаңыз да болады. Бұл жерде бізде гарнир асқабақ болады. Ет бұл жаңағы негізгі тағам ретінде беріледі. Енді осы рукавтың бетін осындай ағаш таяқшамен кесіп шығуымыз қажет. Мінекей, болды. Енді осыны қызып тұрған пешке саламыз. 180 градуста шамамен 1 сағаттай пісіреміз. Бұл сіздің етіңізге қарай. Егер балғын, жаңа сойылған ет болса, онда ол тез піседі. Енді осыны пешке салам. Қараңыздар, мінекей бізде ет шамамен 1 сағаттай пісті. Тіпті 1 сағат 20 минуттай десе де болады. Жұмсақ болды деп ойлаймын. Енді осыны қазір бөлек біз ыдысқа саламыз. Ет өте жұмсақ. Менде балғын ет кәдімгі жұмсақ болып піскен. Мен қазір асқабақ пен етті осындай ыдысқа салып пісіремін. Мінекей қараңыздар, етті осылай орналастырамыз. Ішінде кішкене майы бар екен, ол да жақсы болады. Осылай кішкене шашыратып орналастырдық. Енді әзірше шетке қоя тұрамыз. Асқабақ керек. Асқабаққа біз сұйық маймен тұзды салып араластырып алуымыз қажет. Дәмді болып шығу үшін. Осыған біз көз мөлшерімен саламыз сұйық май. Бұл шамамен 3-4 ас қасық болады. Көп салып қажет емес, майлы болып кетуі мүмкін. Тұз саламыз. Бұрыш салсаңыздар да болады, бірақ меніңше асқабаққа бұрыш
міндетті емес. Енді осыны жақсылап араластырамыз. Енді осы асқабақты мына еттің үстіне саламыз. Құрғақ болып қалмайды, ол жағын уайымдамаңыздар. Енді осы ыдысты 180 градусқа саламыз пешке, шамамен 20-25 минуттай пісіреміз. Осылай жұп-жұмсақ болып пісуі керек. Шанышқымен түйреген кезде осылай езіліп жатыру керек. Бұл асты балалар өте қатты сүйіп жейді. Менің каналымда соустың 2 түрі бар. Бұған тартар соус өте қатты, өте жақсы сөйлеседі. Сол себептен де сонымен бірге берсеңіздер, өте дәмді. Астарыңыз дәмді болсын. Достар, менің каналыма тіркелген соң, мына жерде қоңыраушаның суреті бар, колокольчик, соны басып, все дегенді таңдаңыздар. Сол кезде мен әрбір салған рецепттерімді жіберіп алмайсыздар. Және де жоғарыда плейлист деген бөлім бар. Егер соны бассаңыздар, бұл жерде ыстық тағамдар, тәтті тағамдар, таңғы ас, екінші тағамдар, салаттар, сорпа барлығы тақырыпшаларға бөлініп жасалған. Міндетті түрде егер қандай да бір рецепті іздейтін болсаңыз, осы плейлисттен оп-оңай таба аласыз. Барлығыңызға сәттілік тілеймін.